Иә, армысыздар алтыннан ардақты аяулы жандар. Бүгінгі күндеріңіз жақсылыққа, қуанышқа толсын. Достар, бүгін жаңа айдың өсу кезеңі басталды. Депозитке ырымдап ақша салсаңыздар болады. Ақшаларыңыз көбейе бастайды. Бүгін қарыз алып қарыз беруге болмайды. Одан кейін жаңа киім кисек, жаңа айдың энергиясын қабылдайды екенбіз. Енді балаларыңыз болса, достар, бесікке салу, тіл ашар, сондай ырымдарды жасайтын болсаңыздар, балалардың дені сау болып өсуіне жақсы әсер етеді екенбіз. Бұл енді 13 күннің энергиясы өсу, жаңа деңгейге шығу символы ғой. 13-тегі отау иесі деп айтады, иә. Сондықтан бүгін балаларыңызға 1 жастағы, 2 жастағы, 3 жастағы немерелеріңіз болса да алғашқы тілашар сөздерін үйрете бастасаңыздар, шешем болады екен. Одан кейін достар, отана ыстық бер, байлығыңды төкпей бер деп бұрынғы апаларымыз сондай тілек тілейтін. Бүгін бір басым екеу болсын, ұлым үйленсін, қызым үйленсін де болмаса, өзім бір жақсы жарға үйленейін деп жүрген, отбасында сондай бір жақсылық болсын, қуаныш болсын деп жүрген кісілер бүгін нам пісіру керек екен. Отқа май тамызып, нам пісірсаңыздар, қамыр илесеңіздер, отбасына береке, байлық келе бастайды екен, достар. Одан кейін машина айдап жүрген кісілерге ең бір бүгінгі күннің құпия техникасы деп айтсаңыздар да, қабылдасаңыздар да болады. Бір кішкентай ақ шүберекке бір тал қант, бір 100 теңгелік ақшаны салып, жаңағы машинаның ішіне қойып қойсаңыздар, жүрген жерлеріңізде жол болады екен, штрафқа түсіп қалмайсыздар. Одан кейін ақшаларыңыз көбейе бастайды екен. Осы ырымдарды жасасаңыздар болады. Денсаулыққа байланысты табиғат аясында көп жүру керек екен, көбірек су ішу керек екен. Бүгін достар ұйықтап қалуға болмайды екен, жатып қалуға болмайды екен. Сондықтан бүгін сергек болайық, санамыз сергек болсын. Одан кейін достар, мен кеше Telegram каналға Туысқан атты бір керемет кино салып қойдым. Соны көрсеңіздер болады. Бір байдың баласы, әке шешесі тойын жасап береді, бірақ әкесінің тілін алмайды. Сенің жоқ болғаның жақсы еді деп, содан әкесіне қатты тіл тигізеді. Ертесі күні үйге келген кезде әкесінің қайтыс болғанын көреді. Әкесі қайтыс болғаннан кейін бүкіл туыс-туғаны дүниені талауға салады. Былайша айтқан кезде, сен 20 жыл қайда қарап жүрдің, бүкіл жаңағы серіктіктегі мал мүлікті біз алуға тиістіміз деп туысқандар арасында кикілжің болады. Сонда сол кинодағы әйелдің тағдыры, ананың тағдыры, адамгершілік өте жақсы сипатталған екен. Мысалы, бір жігіт пен қыз үйленеді, ендіден әйел адам бала көтерген кезде жігіт қайтыс болып кетеді, белгілі бір жағдайларға байланысты. Сол кезде досына тапсырып кетеді екен әйелін. Әйелім саған аманат деп. Сол әйелді алады екен, үйленеді екен, бірақ жаңағы баласы өз кіндігінен болмаса да, сол баланы өзінің туған баласындай, қазақ айтады ғой, тапқан әке емес, баққан әке дейді, бағады екен. Сол киноны көрсеңіздер